4-ке 1 қалып қалдың. Сені ұнататын қыз саған қарап отыр. Не істейміз? Ассалаумағалейкум подписчиктер. Бүгіндегі видеода мен сендерге 4-ке 1 қалған кезде не істеу керектігін үйретемін. Және де видеоның соңына дейін қарап, тегін настройка алып кетсем болады, родной. Соңғы салған видеома өте әдемі актив көрсетіпсіңдер. Лайк басып тіркеліп отырсыңдар болды. Одан да көп күшті видеолар шығарып тұратын боламын, достар. Ал көп уақыттарыңды алмай қояйын, видеоға кеттік. Дәл қазір мен саған айтам, жаттап ал. Біріншіден қарсыластарымыз қай жерде тұрғанын көреміз, информация жинаймыз. Тура алдымызда бізде 2 адам тұр. Біреуінің ашылғанын күтіп, момент ұстаймыз. Біреуін ұстағаннан кейін расслабон ұстап жүгіріп кетпеңдер. Әлі 3 адам бар. Бір адам ұстағаннан кейін әрқашан позицияларыңды өзгертіп жүріңдер. Өйткені сен жалғыз қалдың. Сен тұрған жерді білетін болса, бүкілі саған жабылып кетеді. Максимально қашып, Тацуяны басып, позицияларымызды өзгертеміз. Мына жақта бір адаммен атысып атқандай түр жасап, екінші адамның пушқа келгенін күтеміз. Осылай алдап кетуге болады қарсыластарды. Ендігі тәсіл адамның қанын ішеміз, позициямызды өзгертіп, қайттан шығып, момент барда килдарымызды давид ұстаймыз. Ол бізді ана жерден күтіп тұр. Бірақ біз бағана шыққан жерден шығып, момент ұстаймыз. Мына жерде тіркелетін кнопка басылып тұрма, қарап көрші одной, кейде басылмай қалады. Өздеріне көп алып кетпеңдер, әйтпесе битіп аяқталады. Мен телеграм каналымда тегін настройкалар бар, телеграмға тіркеліп қой. 4-ке 1 қалып қалдың. Жанындағы 3 адам саған бақырып жатыр, қайда жүрсің деп. Ал сен осы тактикаларды жаттап. Алдымнан бір қарсыласымды көріп тұрмын. Бірақ ода қандай интернет? Оны сразу хедшот беріп өлтіріп тастамаймыз. Көп оқ атып, мен бұндамын деген знак береміз. Өйткені сенің қарсыластарың сені іздеп жүр. Қарсыластарың саған жүгіріп келе жатқан кезде оларды ұстауға шанс көбейеді сонда. Бірақ сол кезде сенің қарсыластарың ашылмаса, өте қиын положениеға түсіп қалсаң, артында 2 адам, алдында 1 адам қалды. Тактика жүзеге аспады. Енді не істейміз? Алдымызға 2 адамнан қорғану үшін стенкіні қоямыз. Және де арттағы адамның бірінші атқанын күтеміз. Сөйтіп бірінші атқан кезде байтпен ұстап аламыз. Дальше не істейміз? Информация жинаймыз. Қарсыластарым бағана алыста болған, енді жақындау керек. Бір қарсыласымды секіріп салмақшы болдым. Бірақ өкінішке орай болмай қалды. Біреу алыста жүргенін білем, екіншісі опорда өзін пальт етіп қояды. Және де диглмен хедшотына хедшот ойнағысы кеп тұр. Шанс 50-50. Кімнің оттяжкасы мықты, сол алады бұл жерде. Осы қарсыласымыз алғаннан кейін Тацуяны басып позициямызды өзгертеміз. Өйткені бағана алыста болған қарсылас жақында тұру керек. Более закрытый позицияларды іздейміз. Мысалы, мына ящиктің артында тұрсақ болады. Қарсыласымыз өзін пальт етіп қойған болатын. Және де оны ұстауға тырысамыз. Бірақ өкінішке орай болмай қалды. Болмай қалған кезде не істейміз? Сен оған -90 бердің. Көп адамдар хпсы сәл азая қалса, паника ұстап өте көп қателіктер жасайды. Біріншіден шақпен алдаймыз. Өтірік пушқа кіріп бара жатқандай боламыз да тоқтап қаламыз. Және де оның қателіктерін күтеміз. Өте тупойский решение граната лақтыру. Граната 4 секундта жарылады. Сол 4 секундқа дейін біз пуш етіп қарсыласымызды алуға тырысамыз. Молодец, бауырым, сен 4-ке 1 қалып тастадың. Красавчик. Менің профиліме кіретін болсаңдар, настройка жайлы, тактика жайлы, неше түрлі видеолар бар. Профиліме кіріп, видеоларды қарап кетіп, мықты болып, қыздарымды таң қалдырыңдар. Все, давайте.